Сәлем достар, Зерде арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сізге таныстыратыным Оңтүстік Америкадағы әлемді дүр сілкіндірген банк тонау оқиғасы. Bir топ қарақшылар Ауқатты аудандағы банкке кіріп, қарақшылық шабуыл жасаған. Банктың тоналғандығы туралы хабар алған соң, полиция қызметкерлері оқиға орнына жетіп келіп, банктегі қарақшыларды қоршауға алады. Алайда қарақшылар 25 миллион ақш долларын құрайтын ақша және мал-мүлікпен ойламаған жерден із-түзсіз қашып кетеді. Бұл 2006 жылы Аргентинада болған ең әйгілі банк тонау оқиғасы болатын. Осы жолғы банк тонау оқиғасының бас ұйымдастырушысының аты Фернандо Ароя. Аргентинада Буэнос-Айрес қаласындағы орта ауқатты отбасында дүниеге келген. Буэнос-Айрес қаласы Аргентинаның астанасы болып қалмастан, әрі экономика, технология және мәдениет орталығы. Қаланың жан саны 14 миллион. Оңтүстік Америкадағы Париж деген атаққа ие. Кішкентай кезінде Ароя тұйық мінезді, көп сөйлемейтін бала еді. Жасы үлкейе келе еркін суретші мамандығымен айналысыпты. Ол не істесе де жеке дара әрекет жасап, есік-терезені тарс бекітіп жауып алып, ешкімді кіргізбей үйде жападан жалғыз отыратын әдеті бар екен. Ол бала кезінен бастап қылмыстық істерге қызығумен қатар, үнемі теледидардан детективтік бағдарламаларды көруді ұнататын. 1999 жылы Буэнос-Айрестегі Ромео атты районда банк тонау оқиғасы болып, қарақшылар банк қызметкерлерін кепілге алып, алдыңғы есіктен шығып келе жатқанда, полиция қызметкерлері оларға оқ жаудырып, өкінішке орай соның салдарынан бір қарақшы мен екі жазықсыз тұрғын қаза табады. Осы жолғы банк тонау оқиғасы теледидарда бастан аяқ тікелей эфир арқылы бүкіл әлемге таратылған болатын. 30 жасар Ароя да осы трансляцияны басан ақыр көріп шығып, қарақшылардың жоспары өте мұқияттықпен жасалғандығын, бірақ соңында шегініп шығу кезінде сәтсіздікке ұшырағандығын байқап, егер жер астынан түнел қазу жолымен банктың алтын қоймасының астынан тесіп шығып, қоймадағы бағалы заттар мен ақшаны түнел арқылы алып қашып кетсе, полициямен бетпе-бет келудің алдын алумен қатар, тез арада қашып кетуге болатындығы туралы тұжырымға келеді. Жоғарыда айтылған оқиғадан кейін ол банк тонау туралы жоспар құрап отырып, енді бір жағынан өзімен бірге банк тонауға ниетті серіктес іздейді. Достарының ішінде Себастьян деген бала кезінен бірге өскен механик досы бар болатын. Ароя өзінің банк тонау туралы ойын досы Себастьянға айтады. Алайда Себастьян өзінің банк тонауға қызықпайтындығын, егерде жоспарлары сәтсіз аяқталып, полицияның қолына түсіп қалса, ата-анасы және бала-шағалары қиындыққа ұшырайтындығын сылтауратып, банк тонауға серік болудан бас тартады. Өйткені ол өмірі қылмыс жасап көрмеген жан болатын. Енді бір жағынан Себастьян Арояның сөзіне сенер-сенбесін білмей, қалжыңдап отыр деп ойлапты. Ароя Себастьянмен кездескеннен кейін үйіне қайтып барып интернеттен көптеген деректерді және банк тонау делоларын қарап үйреніп, өткенде болған банк тонау оқиғаларының сәтсіздіктерінен сабақ алып, банкі қорғаныс системасының әлсіздіктерін зерттеп, қиялында өзі банк тонаушы ретінде елестетеді де, банк тонау мақсатын іске асыру үшін сан түрлі амалдарды қарастырудың нәтижесінде өзі мінсіз деп ойлаған сәтсіздікке ұшырамайтын банк тонау жоспарын құруға бел байлайды. Араға 5 жыл салып 2004 жылы Ароя 5 жыл бойы банкі жүйесін зерттеудің нәтижесінде ең соңғы банк тонау жоспарын жасап шығады. Бірақ банк тонауға жалғыз өзінің шамасы жетпейтіндігін біліп, қайтадан серіктес іздестіре келе, досы Себастьянға банк тонауға қайтадан ұсыныс жасаған. Себебі досы механик болғандықтан механикалық құрылғылар туралы жақсы білуімен қатар, банкте жұмыс жасау тәжірибесі де бар болатын. Ақыры Арояның көп реткі жалынып жалбарының арқасында Себастьян мен Ароя бірлікте банк тонауға келіседі. Ал Себастьянның банк тонауға серіктес болу осы жолғы әрекеттің мүмкіндігін арттыра түсті. Ол екеуі ақылдаса келіп Аргентинаның Рио банкысын тонауға шешім қабылдайды. Рио банкысы Аргентинадағы ең үлкен 3 банкының бірі болып қалмастан, осы елдегі ең үлкен жекеменшік банкі болатын. Рио банкысының бүкіл Аргентинада көптеген бөлімше банкылары бар. Соның ішінде Буэнос-Айрес қаласының солтүстігіндегі Сан-Исидро ауданында орналасқан банкты тонамақшы болыпты. Сан-Исидро ауданының табиғаты көркем, теңіз жағалауында орналасқандықтан, бүкіл Аргентинадағы байлардың бәрі дерліктей осында тұрады екен. Ал Аргентинада ауқатты адамдар үйіндегі бриллиант, құнды асыл тас, алтын, ақш доллары сияқты бағалы заттарын банктың сейфіне сақтауды дағдыға айналдырып, болашақта кризиске ұшыраған жағдайда банктегі қымбат бағалы заттарын ақшаға айналдырып, кризиске төтеп беретін болған.
Ол екеуінің Сан-Исидро ауданында банкты тонауындағы басты себеп. Сан-Исидро ауданы Аргентинада ең бай район болып қалмастан. Сан-Исидро бөлімше банкісінің жер асты алтын қоймасында 400-ден астам бағалы заттарды сақтайтын сейф қызметі бар еді. Осы сейфтерде Аргентинада ең бағалы заттар қойылатындығы айтпасақ та бәрімізге белгілі шығар. Буэнос-Айрес қаласының климаты жаңбырлы ылғал климатқа жататындықтан, жаңбыр суын ығыстырып өзенге құятын жерасты каналдар жүйесі жақсы дамыған. Сол себепті жерасты құбырларда көп болатын. Себастьян мен Аруя соңында жерасты құбырлар жиналған суды қала шетіндегі Ла-Плата өзеніне құятындығын байқап, 3 ай бойы әр күні өзен жағалап жерасты құбырларының кіретін жерін іздейді. Олар күн сайын жерасты канал жүйесіндегі ашық жерден кіріп, каналдың бойын бойлап банктың астында орналасқан ағын су жиналатын құдыққа келеді де, өздері тұрған жерден банктың алтын қоймасының қабырғасына дейін 18 метр арақашықтық қылғанын есептеп, туннелдің сызбасын сызып шығады. Олардың жоспары бойынша банктың астындағы ағын су құдығынан банкке дейін туннел қазып, банкке кіріп алтын қоймада қымбат бағалы заттарды ұрлап қашу. Алайда туннел қазу барысында ауыр техникамен қазатын болса, қатты дыбыстан басқалардың сезіп қоюынан алаңдап, гидравликалық перфоратормен қазуға шешім қабылдайды. Тек осылай істегенде ғана тез әрі дыбыс шығармай туннелді жылдам қазуға болады. Аруя жоспарын іске асыру үшін өзінің астындағы көлігін $10,000 сатып жіберіп, көлік сатқан ақшаға керекті құрал-жабдықтар сатып алады да, туннел қазу жоспарын бастап кетеді. Алайда $10,000 бұл жоспардың іске асуына жетпейтіндіктен, тағы да ақшалай қаржыландыратын Селанис деген орны серіктестікке шақырады. Селанис бұрын көптеген ірі көлемдегі тонаушылыққа қатынасқандықтан, ақшасы көп, бай болған. Ол Аруяның банк тонайтын жоспарын білгеннен кейін серіктес болуға разы екендігін білдіріп, Аруяға $100,000 көлемінде қаржы береді. Ақшаның мәселесі шешімін тапқаннан кейін, бәрібір 3 адамның шамасы 18 метр ұзындықтағы туннел қазуға жетпейді ғой. Сосын олар туннел қазуға көмектесе алатын сенімді серіктес іздейді. Ақырында таныстар арқылы банк тонау тәжірибесі бар лақаматы доктор және Тори деген банк тонаушы мен Жулиан деген машина жүргізушіні табады. Ақша мен адам күшінің мәселесі шешілгеннен кейін, олар 6 кісі болып әлемді дүр сілкіндірген осы ғасырдағы әйгілі банк тонау оқиғасын бастап кетеді. Туннел қазатындар туннел қазып, Аруя басып өтірік құжатпен басқа Рио банктың бөлімшелеріне барып, банктың сейфіне қымбат бағалы зат сақтауға счет ашады. Банктегі сейфтердің техникалық параметрлерін есте сақтап, сейф сататын магазиндерден дәл сондай сейфке тапсырыс береді де, сейфті тез ашудың амалдарын қарастырады. Басында олар жарылғыш затпен немесе болгаркамен кесіп ашуды ойластырған. Алайда жарылғыш затпен және болгаркамен кесіп ашу өте ақырын болуымен қатар, көп мөлшерде түтін және шуыл шығаратындықтан соңында электр бұрғымен ашуды ұйғарыпты. Себебі электр бұрғы алып жүруге қолайлы болуымен қатар, сейфтің құлпын ашу жылдамдығы да өте тез. Олар болгаркамен 7 минутта бір сейфті ашса, электр бұрғымен небәрі 7 секундта бір сейфті ашатын болған. Сейфті ашудың мәселесі шешілгеннен кейін олардың алдында тұрған тағы бір мәселе бар. Ол болса банктың алтын қоймасындағы байлықтарды ұрлап болған соң, қалай тез арада қашып кету еді. Олардың бақытына жарай жерасты каналдарында ағын су болғандықтан, каналдың басын бетонмен бөгіп тоспа жасап, каналдың ішіндегі судың деңгейін кішкентай моторлы қайық жүре алатындай етіп көтереді. Туннел қазып банктың қабырғасына бір тамның қалыңдығындай аралық қалғанда, қазуды тоқтатады да ең ыңғайлы банк тонау орайын күтеді. Банктың ішінде түрлі сигнализация бар болғандықтан, түнде банктың қабырғасын тесетін болса, сигнализациялар іске қосылып кетеді де, полицияның қоршауына қалып қаша алмай қалатындарын олар жақсы білетін еді. Ал күндіз банк тонауды ұйымдастыратын болса, банкте күзетші, банк қызметкерлері және келіп кетушілер көп екендігін ескере отырып, Аруя ешкімнің ойына кіріп шықпайтын амал ойлап табады. Соңында Аруя бастаған қарақшылар тобы қандай амал қолданып банктегі байлықтарды еш кедергісіз алып қашқан туралы білгіңіз келе ме? Жалғасын келесі видеодан көре аласыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мәртебе. Каналға жазылып лайк басуларыңызды өтінемін.